Сәлем барлықтарыңызға. Бүгін біз дайындалу жолы өте оңай, керемет торт дайындайтын боламыз. Ингредиенттердің барлығын астына жазып кетемін. Бірінші бізге бір жұмыртқа, одан кейін бір кесе шекерді жақсылап араластырамыз. Одан соң бір стакан кефирге бір шай қасық ас содасын саламыз. Сонда осындай көпірген кішкене реакция болады. Одан кейін ол кефирімізді жаңағы жұмыртқа мен шекеріміздің үстіне құямыз да жақсылап араластырамыз. Одан соң бөлек ыдысқа ұнымызды саламыз. Оның үстіне разрыхитель салдым және какао салып жақсылап араластырамыз. Одан кейін осы араластырған ұнымызды ситадан өткізу арқылы жаңағы дайын массамызға құямыз. Міне ситадан бірден салып жіберуге болады, 3-4-ке бөлмей-ақ. Барлығын жақсылап араластырамыз. Толықтай араласуы қажет. Одан соң үстіне 2 ас қасықтай сұйық май құямыз. Барлығын тағы да араластырып, дайын протеинімізге астына пергамент бумага немесе фольга төсеп, тестімізді құямыз. Одан кейін 180 градуста 20 минутқа қоямыз. Піскенін міндетті түрде ағаш таяқшамен тексереміз. Енді кремін дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге сары май, одан кейін сгущенка қажет. Екеуін жақсылап араластырамыз. Сары май толықтай еруі қажет. Одан кейін қоржынды 2-ге бөлдім. Ортасына осылай кремімді жақтым. Толықтай барлығын жағып шығамыз. Одан кейін екінші бөлігін үстіне қойдым және оның үстіне тағы да кремімді жақтым. Одан кейін қалған қорждың бөліктерін бетіне септім және печеньені езіп бетіне септім. Енді ортасын кесіп қараймыз. Қазір қалай болып шыққанын көрсетемін. Мінекей ортасында осылай үлкендеу болып шығады, керемет көтерілді. Және бұл торттың плюсы холодильникке қойып бірнеше сағат күтудің қажеті жоқ. Дайындап сразу жей бересіз. Өте керемет дәмді.